Ілияс Есенберлин 1915 жылы Ақмола облысындағы Атбасар қаласында дүниеге келген. Есенберлин қазақ әдебиетінде өнімді еңбек еткен аса көрнекті жазушылардың бірі. Алғашында ақын ретінде танылған оның шығармалары 1940 жылдан бастап жарық көре бастайды. Есенберлиннің нағыз жазушылық орнын белгілеген шығармалары «Қаһар», «Алмас қылыш», «Жанталас» атты тарихи романдары. Романның басты идеясы қазақ руларының бірлесу, бір хандықта ынтымақ құру мәселелері. Көшпенділер Ілияс Есенберлиннің 3 кітаптан тұратын тарихи эпопеясы. Бұл шығарма қазақ сөз өнерінің әлемдік нұсқасына қосылған тарихты көркемдік пайымдаудың үздік үлгілерінің бірі. Партиялық идеологияның қылышынан хан тамып тұрған уақытта дүниеге келген шығарма. Трилогия «Алмас қылыш», «Жанталас», «Қаһар» деген бөлімдерден тұрады. Көшпенділер трилогиясында 5 ғасырлық оқиға қазақ хандығы өмір сүрген кезең суреттеледі. «Алмас қылыш» романы қазақ хандығының құрылуы, Әбілқайыр, Жәнібек, Керей хандардың тақ үшін таласы, қазақ руларының бірлесу идеясы суреттеледі. «Жанталас» романында Қазақстанның шетел басқыншылармен күресі және Әбілқайыр ханның Қазақстанның батыс бөлігімен Ресей патшалығы қол астына кіруі сипатталады. Қалмақ хандығының қазақ еліне опасыздық шапқыншылығы, Алакөл маңайында Ордабасы өңірінде болған қырғын ұрыстар, Ресей патшалығының қол астына кірген Әбілқайырдың түпкі армандарының жер туралы. «Қаһар» романын қалмақ басқыншыларын бір жолата талқан етуі, Абылайдың қазақ елін дербес қазақ хандығына біріктіру әрекеттері және Абылай хан мен оның батырларының ел тәуелсіздігі үшін күрестегі ерлік, даналық істері баяндалады. Абылай ханның қазақ елін біріктіру жолындағы жанталас күйзелістері суреттеледі. Шығарма кейіпкерлері негізінен тарихи тұлғалар, Шыңғыс хан дәуірінен басталып Кенесарымен аяқталатын қазақ мемлекетінің бастау көзімен қиын қыстаулы тағдыр талайының басында тұрған хандар тізбегі, ел мұңы мен арман тілегінің хабаршысы ақын жыраулар, ел мен жер үшін, ұрпақ болашақ үшін жан аямай шайқасып, отанын қорғай білген арыстан жүрек, атан жілік батырлар. Бұлар ел есінде аттары жатталып тарихта қалған, өмірде болған тұлғалар. «Алмас қылыш» романында Әбілқайыр хан, Жәнібек хан, Керей хан, Асан қайғы, Қазтуған. «Жанталас» романында Қасым хан, Хақназар хан, Абылай хан. «Қаһар» романында Кенесары хан, Ағыбай батыр, Жоламан батыр, Бопай сияқты тарихи, аты аңызға айналған тұлғалар басты кейіпкерлер болып табылады.